Әл-Ихлас сүресінің құдіреті. Кімде-кім Ихлас сүресін 11 рет оқыса, Алла тағала оған жұмақтан үй салады. Кімде-кім Ихлас сүресін оқыса, оған 3-ші Құранды оқығандай оқылады. Егер 3 рет оқыса, бүкіл Құран оқылған болып оқылады. Кімде-кім Ихлас сүресін 12 рет оқыса, Құранды 4 рет толық оқығандай болады. Егер ол әлі тақуа болса, сол күні жер бетіндегі адамдардың ең жақсысы болады. Егер мұсылман күн сайын 50 рет Ихлас сүресін оқыса, қиямет күні оның қабірінің үстінен жоғарыдан тұр, Аллаға мадақ айтушы, жәннатқа кір деген дауысы естіледі. Кімде-кім Ихлас сүресін 50 рет оқыса, Алла тағала 50 жыл күнәларын кешіреді. Кімде-кім Ихлас сүресін 200 рет оқыса, Алла тағала 200 жылдық күнәларын кешіреді. Кімде-кім Ихлас сүресін 3 рет оқыса, белгіленген ауру кезінде ол шәһид болып өледі. Кімде-кім төсекте оң жағымен ұйықтар алдында Әл-Ихлас сүресін 100 рет оқыса, қиямет күні Алла тағала оған: «Құлым, жәннатқа оң жағынан кір» дейді.